Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін жылдам әрі тез дайын болатын өте дәмді салмасы бар нан дайындадым. Бұл нанның жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле аласыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Нанды жасау үшін бізге қажет болады су қажет болады, және де сүт қажет болады. Сүтті де сумен бірдей етіп құятын боламын. Сары май ерітілген, дрожж, шекер, тұз, және де жұмыртқа қажет болады. Бір жұмыртқа бар, жарайды бұған. Екінші жұмыртқаның сарысын алып қаламыз, бетіне жаққанға. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне ұн салып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Осы қамырдың үстіне 1 столовый ложка пісте май құйып, жақсылап барлық бөлігіне жеткізетін боламыз. Барлық бөлігіне егізіп ашытуға қойып қоямыз. Енді жарты сағат 35 минут аралығында ашытатын боламыз. Арасында 2 рет қайтарып тұрыңыздар, сонда нанымыздың формасы әдемі шығады. Қамырымыз көтеріле тұрған уақытта біз начинкасын дайындайтын боламыз. Яғни мен начинкасына асқабақ пен жуа және картошка қолданайын деп тұрмын. Начинкасын өз қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Фарштан, тау етінен жасасаңыз болады. Немесе асқабақтан, картошкадан жасасаңыз болады. Асқабақты теркадан өткізіп аламын. Картошканы да теркадан өткізіп жіберемін. Пиязды майдалап, жіңішкелеп турап шығамын. Дәмдеу үшін қосамын тұз, бұрыш. Егерде асқабақтарыңыз тәтті болмаса, болмаған жағдайда үстіне шекер қосып жіберсеңіздер болады. 1 столовый ложка шекер қоссаңыздар болады. Және де құрғақ болып қалмас үшін 2 столовый ложка сұйық май қосып жібердім. Жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын. Қамыр ашыды. Енді қамырды теңдей етіп 2 бөлікке бөлемін. Екінші бөлігінде осылай алып, бірдей 3 бөлікке бөліп алуға тырысамын. Осылай суалаға келтіремін. Міне суалаға келтіріп алдым. Жаямын. Домалақ формаға жұқалап жайып аламын. Жайып алдым. Айналдыра начинкамызды салып шығамыз осылай.
Енді начинкаға қарай осылай жабыстырып шығамыз барлық бөлігін. Ортасын тесіп, осылай бір-біріне бекітеміз. Аккуратно нанымызды аламыз, формаға жайғастырамыз. Екінші қамырды да бұны да майда бөліктерге бөліп аламыз. Шарик жасаймыз. Барлығын майдалап формаға келтіріп алдық. Енді жаямын. Начинканы саламыз. Және де жан-жағын осылай қиғаштап кесіп шығамыз. Кескен бөлікті бір-біріне өру арқылы біріктіреміз. Осылай барлығын жасап шығатын боламыз. Барлығын бүгіп дайындап алдым. Енді бір желтоқтың үстіне 1 столовый ложка сүт қосамын. Екеуін жақсылап араластырамын. Нанның үстіне жағып шығамын. Бұл теста универсальный теста, бауырсаққа да, булочкаға да барлығына қолдана берсеңіздер болады. Және де әсемдік үшін күнжіт қолданамын. Міне, біздікі дайын болды. Және осылай екінші түрі духовкада піскен пирожки ретінде де пайдалансаңыздар, жасасаңыздар болады. Әсемдік үшін күнжіт қосамын. Қызып тұрған 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне, нанымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Дәмді болып шыққанына сенімдімін. Менің рецептіммен жасап көріңіздер, ас болсын.